Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Бүгін біз фотошопта алтын эффектісін жасап үйренетін боламыз. Оның маған ұнайтын тұсы кез келген шрифт болсын, немесе логотип болсын, в общем, форма болсын қойсаңыз, бірден эффектіні ала аласыз, жаңағы алтын эффектісімен бірге. Ол үшін фотошопқа кірейік, сол жерде бәрін түсіндіремін. Ал фотошопымызды ашқаннан кейін жаңа файл ашып аламыз өзімізге. Керек размер, оны бәрін өздеріңіз білесіздер. Create, енді мына жерде Properties деген жерге кіріп, мына жерде Black деген таңдаймыз. Артқы фон қара қалады бізде. Келесі текст, мысалы бір 5 деп жазайын мына жерге. Түсін ауыстырамыз. Кез келген түске қойсаңыз болады негізі. И үлкейтеміз. Үлкейтпестен бұрын ортасына апарып қойып, и ортасынан былай үлкейтеміз. Сосын қазір біз группаға салып алуымыз керек. Мына слойды аламыз да жібермей мына группаға апарамыз. Группамызға салынды, и біз мынандай түс керек бізге. H S00 болып қалады, және B ғана 50 болады. Сонда бізде сұр цвет шығады. Оны мына группаның үстіне шығарып, Ctrl-Alt-G ді басамыз. Маска создавать етіледі бізде. Одан кейін осы екеуін бірге алып, Shift пен Ctrl-G басамыз. Екеуі бірдей мына Ctrl-G мен бұлай группаға, в общем, группа керек қой бізге. Группамыз дайын. Осы жерден бізге тағы да бос слой қажет болады. Бос слойды группаның сыртына шығарамыз, бір қабат жоғарыға. Сосын градиентті таңдап алып, басынан бастап соңына қарай сызамыз осылай. Тағы да Ctrl-Alt-G, мынаның наложениесін нормалдан оверлейге ауыстырамыз. Оверлейден мына жерде прозрачность, opacity, ол жерде бізде 60 болады. 60-ға қойғаннан кейін бізге келесі қадам карта градиенті керек болады. Gradient map, Ctrl-Alt-G ді басамыз, бұл да маска болу керек бізде. Одан кейін картаның ішінен мынау алтын деген картаны таңдап аламыз. Уже жайлап-жайлап шығып келе жатыр. Бізге объем беру үшін мына группаны 2 рет басамыз үстінен. И Bevel and Emboss деген бар мына жерде. Жоқ, қателесіп кеттім мен. Мына жерге, мына группаға Bevel and Emboss деп осыған басу керек. И бізде размері тым үлкен сияқты 10 деп көрейік. 10 жеткілікті. Inner bevel деген тұрады. Smooth. Мына жерде Screen, Multiply. 50-50 екеу қала береді. Окейді басамыз. Келесі қадам ол бізге заттың, яғни алтын болып тұрған заттың сәл бетін дөңестеу көрсететін эффект. Ол былай істейміз. В общем, Inner Shadow деген бар. Ішкі жаққа көлеңке жіберу. Басамыз, 30-да тұра берсін. Multiply. Және де размерін үлкейтсек болады. Уже байқасаңыздар, біздегі бағанаға ровны емес, сәл былай беті дөңес сияқты болып шығып келеді. Барынша жібере берсек болады мынаны. Окей, келесі. Мына жерге басып, мынаның үстінен бос слой керек болады. Shift басып тұрып, мына плюсті басамыз. Сол кезде бізде не шығады? Үстіне бос слой шығады. Ол жерге мына бізде қара ақ болып тұру керек. Немесе D деген әріпті бір басасыз да фильтрге кіріп, оны түсіріндіріп айтып кетейін мен.
егер де мысалы мына жерде басқа түс болса, D-ні бассаңыз сіз мына жердегі екі түс дефолтный түстерге ауысады, қара және аққа. Қара және ақ болғаннан кейін фильтрге кіреміз, рендерден кейін clouds и фильтрге қайтадан кіріп blur, Гаусс бойынша blur деген қояды мынау. Соны таңдаймыз, 18 жеткілікті. Бұның прозрачность түсіреміз енді 20 болады ой деймін, 20. Бұл эффект бізге бір текст болмайтын, енді бір тип текст болмайды ғызаттың беді, сондай эффектіні береді бұл. Осы слой. Нормальныйда тұратын наложениесі 20%. Және де келесі ол бізде мына нәрсе. Менде осындай текстуралар бар. Соның кез келген металға ұқсайтын біреуін алып, мына суреттің бетінен тастаймын. Артқа сәл шегініп алайын көріну үшін. Уголын қоямыз. Барлық бетке қойсаңыз да болады, егер суретіңіз сапалы болса. Менде сапалы. Барлық бетке шығарып қоямын да, и оны да Ctrl-Alt-G-ді баса отырып маскаға қылам. Бұның маскалардың барлығы сонда мына группаның ішіне кіріп отыр ғой, түсінсеңіздер. Және де оның прозрачность бізде 5-ке қойсақ болады. Сол кезде бізде мынандай эффект пайда болады. Қолданбағанда, қосқанда бетіндегі анау сырым, жырылған жерлері шынайы эффект беретін болады. Және одан кейін біз мына группаға қалай айтсақ болады, мысалы мынаны контейнерді қойын. Қысқаша болып кетті ғой. Контейнер. Және де мынау бізде эффект деймін. Өткен эффекттер сыртында тұрады осыны. Осылар ғана эффектті береді, жаңа алтын түсті деген. Келесі осы эффектке 2 рет басып, біз жарық шашырап тұрғандай көрсетеміз. Ол үшін бізге outer glow деген керек. Outer glow негізіне параметрлар жететін сияқты. 15 нормальный, 15 70 размері и окейді басамыз. Жаңа айтып өткендей, бұның бір плюсы мына жерде тұрған кез келген shift-қа ауыстырсаңыз сізде оқи береді. Үлкен плюсы осы и маған қатты ұнайтын жері. Мысалы, кез келген астындағы болсын бір шрифтті қойып. Осылай таңдамай қолдана беретін эффект бұл. Болды, осымен біздің эффектіміз дайын. Размері ауысқан кезде негізі өзгеретін болады, сол кезде мыналарды жылжытып отырып тауып аласыздар ғой. Мына градиенттің басын сәл түсіресіз, немесе астын түсіру керек. Басын жасайын. Бізде басқа градиент пайда болып кетті. Басына ұстасаңыз жылжиды. Бұл енді жарықтың несіне байланысты ғой, жарықтың түскен жағына. Егер сізде мына бұрышта бір жарық болатын болса, енді осы жақ жылтырайды ғой бірінші. Негізі Photoshop, басқа да осындай программалардың барлығы неге байланысты ғой, адамның уже физиканы дұрыс түсіне білуден. Жарық қаяқтан түседі, мысалы жоғары жақта мынандай жарық жоғарыдан түсетін болса бізге, мына жақ жылтырайды деген сияқты. Соның бәрін түсінсеңіз, эффект сізде шынайы көрінетін болады.